жаңағы рилсті қарап көзіме қайта жас келіп жатыр да. Негізі бақытты адамбыз барлығымыз. Иногда қазір ойлап жатырмын да, мен ауылға көп келе бермеймін да. Өйткені қалада жұмыстарым бар, проблемаларым бар деп әжемді мүлдем ұмытып кетемін да. И осы нәрсе керек болған шығар бәлкім. Мен көп нәрсенің қадірін түсіну үшін, көп нәрсеге көзім жету үшін жалпы осындай сынақтар жалпы берілген шығар деп те ойлаймын. Ничего, бәрі құрып кетсінші. Мен бірінші орында адам үшін денсаулық екен. Ақша емес, басқасы емес. Адам үшін бірінші денсаулық болса болды. Маған қазіргі таңда ештеңе қызық емес. Маған даже отношения да қызық болмай тұр данный моментке. В общем, короче, сходили на базар. Стап кеттім орға, еще қалың келіп болмын де. Сілем атып қалды. Блогер болсаң болса барған. Уступи деген сөз кетпейді да. Туалет істеп кеттік бір кезде. Ағары бір жүреміз вообще. Уступи болған кезде, уступи демей кетіп қалғанбыз ғой. Сосын туалет қысып тұр. Менде ен сабыт қалғанмын. Бір бөлі антенн ұстамай ма? Төле алмай едім. Шыққан соң төлеңіз ете көріп. Жүстеңе төле алмай отырып жаттан. Базарда тұрып. Ведь ана, мен у кого взяла материалы, сол мен үшін 100 теңге төледі. Соған рахмет етіп кеттім, сол мен скидкасы 100 теңге болды. Блогер болсаң осы. Қиын. И көп жерде внимание көп болмасын деп тез шығып кетудің амалы. Алымызда кете береміз ғой. Мен жай ғана кухняның астындағы фартуғын 4 кафелді ауыстырын едім. 4 кафел 18 теңге болды. Нормально ладно. Анадан жамау, мынадан жамалмасын деп 4-өсін бірдей қылып салдым. 4 кафел ғой, ұзына келгенде 120-120-дан келгенде я. Клей кеше 21 әлемің. Анаумен бірге. Короче, біраз ақша құрттық. Бүгін бір жерге 60 рөлет төледік, бір жерге 18, бір жерге тағы да 6,5. Короче, 100 мың теңге. Бір комнатаны бояу үшін 100 мың теңгеден құртасың. Оның боятын адамы бар, кофейшінің ақшасы бар. Какой-то бір комнатаны ремонты. Бір адам зарплатасы екен ғой. Анда менде моющий умылсем десем менде оказывается некен ғой андай. Құдай умылсем де қымбат нәрсең атығымет. Шок дей ма? Бірдеңке.